Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай, ең дәмді сүзбелі рогаликтің рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді, арасы жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген керемет, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен сүзбеге шекерімізді саламыз. Одан соң үстіне ерітілген бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді үстіне разрыхитель саламыз. Содан соң ұнымызды міндетті түрде илеуіштен өткізіп, шетінен қоса отырып, қолымызбен жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. Егер сүзбелеріңіз құрғақ болмай сулы болатын болса, ұнды мен айтқан мөлшерден кішкене көбірек қоссаңыздар болады. Жұп-жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. 10 минутқа холодильникке салып қойсаңыздар болады. Енді қамырды екіге теңдей етіп, екіге бөліп, кішкене ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен тегістеп, жақсылап жайып аламыз. Өте оңай және жылдам жасалатын болғандықтан қамырымыз жұмсақ, әп-әдемі болып тұрады. Ешқандай қорықпай жасай берулеріңізге болады. Осылай видеодағыдай кесіп аламыз. Енді арасына начинка салып, рогаликтерімізді орайтын боламыз. Видеодағыдай кесіп алған себебім, қазір арасына начинка салған кезде шет-шетіне шығып кетпейді. Сондықтан арасын екі шетін жақсылап қысып, рогаликтерімізді орап аламыз. Мінекей, бізде рогаликтерімізді жақсылап орап дайындап аламыз. Мен начинка біреуіне қостым, екіншісіне қоспай жасадым. Қалауларыңызша варенье, варенка қоссаңыздар болады, немесе ештеме қоспасаңыздар да дәмді болып шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Енді рогаликтердің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Сол кезде сап-сары әдемі болып пісетін болады. 180 градуста 15-20 минутқа рогаликтеріміз қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің рогаликтеріміз мінекей дайын болды. Өте дәмді. Қалауларыңызша бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Кез келген қонақтарыңызды ұялмай қарсы аласыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия аман келді. Ас болсын.